Батыс Қазақстан облысы Жаңқала ауданының тұрғыны Кабиева Меңзадамын. 10 қаңтар күні сайлауға қатысамыз деп тәуелсіз бақылаушы болып куәлік алып, 8 күні барып тіркелмекші болдық, танысып. Одан олар қайтарып жіберді, 10 күні таңертең келерсіңдер деп. Содан 9 күні сағат 11:30-да бір полиция қызметкері бір әйел адаммен кіріп, сіз арақ сатқансыз 12-ге дейін деп маған түсініктеме алып протокол жазбақшы болды. Мен арақ сатқан жоқпын. Сол үшін де протоколға қол қоюға және түсініктеме беруге бас тарттым. Содан олар куәгер ретінде бір ер адам тұр екен. Соны қарасам, ол ер адам бірге кірді. Солармен ол ер адам бұрын біздің жылқымызды атып алған бір ер азаматтың әкесі екен. Және қарай келгенде әйел адамда солардың жақыны болып шықты солардың. Содан олар менен кек алмақшы болып, баласы сотталып кеткен жөнінде істеп жүрген әрекеттер деп есептеймін. Қайта сотталмас бұрын олар бізден кешірім қағаз сұрады. Кешірім қағазды біз бермедік. Неге десеңіз, ол кісі жалғыз біздің малымызды ұрлаған жоқ, бүткіл халықтың малын ұрлады. Және оны біз емес ұстап берген, оны сот дәлелде келгенде бұл кісі сол қылмыскер болып сот залында сотталды. Содан мен шағын ауыл естеймін, қыздарын зорлап кететін, тағы басқа әңгімелерді әрекет жасайтын деп. Содан бұлардың мені тәуелсіз бақылаушы болып қатыспау жөніндегі тоқтатудың амалы деп қорқытудың мына кісілерді тауып алып, кек сақтап жүрген маған провокация жасап отыр деп есептеймін. Мен сатқан жөнінде дәлел ретінде чек беру керекпін, чегіңізді көрсет дегенде олар маған көрсете алған жоқ. Соны мен сендерге мәлімдеме жасап айтып отырғаным.